Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен оңай банановый десерттің рецептімен бөліскім келеді. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындаңыздар. Ең алдымен бізге 2 немесе 3 банан қажет. Мен 2 банан алдым. Осы 2 бананды жақсылап турап, оны блендермен немесе шанышқының көмегімен майдалайтын боламыз. Туралған бананды ыдысқа салып, оны жақсылап майдалаймыз. Бізде бананнан осындай масса пайда болуы керек. Бананды дайындап алған соң, енді шоколадты ерітеміз. Шоколадты водяной баняда немесе қысқа толқынды пеште ерітуге болады. Шоколадты ерітіп алдық, енді оны бананның үстіне қосамыз. Және қосымша оның үстіне какао қосуға да болады. Екеуін жақсылап араластырып алдық, енді оны пергамент қағазы төселген ыдысқа құямыз. Енді осы ыдыста оны мұздатқышқа 1 сағатқа салып қоямыз. Мұздатқыштан дайын болған десертті алып, енді оны тарелкаға саламыз. Дайын болған десертті өз қалауларыңызша кесіп, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Осымен біздің десертіміз толықтай дайын болды. Оны өз қалауларыңызша сәндеуге болады. Өте оңай және дәмді десерттердің бірі. Міндетті түрде менімен бірге дайындап, ауыз тиіңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.